Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып жаратылыстану. 20-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы жер ғаламшарының көрінісі. Бүгін біз сендермен осы тақырыпта сөйлесетін боламыз. Олай болса, суретке назар аудар. Жазық жерде тұрып, айналаңа қара. Жердің пішіні қандай деп ойлайсың? Осы сұраққа ойланып, жауап беріп көрші. Жер біз тұратын ғаламшар. Ол өте үлкен, балалар. Жердің пішіні қай денеге ұқсайды? Әрине, шеңбер немесе дөңгелек деп атауға болады, балалар. Осы пішінге ұқсайды. Мынау сендердің көріп тұрғандарың глобус. Глобус жердің кішірейтіліп алынған үлгісі. Яғни, глобус сөзі шар деген ұғымды білдіреді. Балалар, біз күнделікте қолданатын жердің пішіні шар тәрізді екен, балалар. Глобустағы түстер нені білдіреді? Қалай ойлайсың? Мына алдарыңда тұрған глобус, оның көп бөлігі қандай түс? Бірден көзімізге түсетін көгілдір түс. Балалар, көк түс деуге де болады. Яғни бұл көк түс судың белгісі. Яғни біз бұдан түзетініміз жер шарының көп бөлігін су алып жатыр деген сөз. Мына глобус айдың үлгісі. Ай жер ғаламшарының табиғи серігі. Ай жерді айналады. Айдың пішіні де шар тәрізді. Балалар, олай болса, кім жылдам ойынын ойнайық? Мына жерде тұрған, зымыранда тұрған есептерді жылдамдықпен кім шығарады екен? Қане, есептеп көрейік. Жарайсыңдар, балалар, сендерді оңай және тез шығарды деген ойдамын. Олай болса, сендерге тағы да тапсырма. Бұл алдарыңда тұрған глобус, яғни жер шарының пішінін сендер бояңдар. Бояған кезде өте мұқият, сызықтан шығармастан біркелкі етіп бояуға тырысыңдар. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.